дейсің? 4 дейсің. Неге орынды есептедіңіздер? Санды, сан берілген санды өте жақсы. Так, жауабына қанағаттанасыздар ма? Келесі үшінші топ. Келіп қалса, келе ойын. Орнына жабыстырып ойын.
Бізде жақта ішінде амен қысқаның көбейтіндісі жақта сипында 7 дәрежесі. Жақша ашқан кезде 7 дәрежесі А және X'ке де çok екінші есепте де дәл солай. Y-ке заттың көбейтіндісінің 10 дәрежесі. 10 дәрежені Y-ке де және Z-ке де түсіреміз. Сонда Y-тің 10 дәрежесі және Z-тің 10 дәрежесі болады. Жақша ішінде N мен M-нің көбейтісі жақша сыртында 15 дәрежесі болған кезде N мен M-нің көбейтіндісі N әріпіне де M әріпіне де 15 дәрежесі түседі. Және жауабында N-нің 15 дәрежесі, M-нің 15 дәрежесі. Өте жақсы. Сұрауына қанаттаныздар ма? Иә. Өте жақсы. Өте жақсы. Екі топта тақырыпты толықтай түсінген екенсіңіздер. Есептерді толықтай шығарып, оны талдап, қаралысыңыздар. Дұрыс жауабына нақты жеткіңіздер. Енді оқушылар, осы көбейтіндіні бөлінген дәрежеге шығару тақырыбында үй жұмысын жасала қойыңызшы. 47-шіге 5-те 60-ге жазала қойыңыз. 47-ші 5-те 60-ге. Мен сіздерге осы қандай кішкене ғана сәтін ұйымдастырғым келіп отыр. Яғни квадратын тап. Тез-тез табыла қойыңыз ма? Ұлағат ұстап алыңыз. 10-ның квадраты 100. Келесі басқа қосыңыз. Арыстан. Арыстан ұстап қойыңыз. Арыстан квадраты. Thank you.